Сәлеметсіздер ме? Мен Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Ертайқызы Еркеназ табиғатты аяла жас өлкетанушылар мен экологтар мен табиғат зерттеушілер форумының Жасыл ел номинациясы бойынша зерттеу жобасына қатысушы боламын. Менің тақырыбым туған өлкемнің экологиясы және электр үнемдейтін шамдардың пайдасы мен зияны. Жетекшім Алиева Манзура Аманбекқызы. Мен жоспарым 5 бөлімнен тұрады. Кіріспе, қоқыстардың айналаға және адамның денсаулығына әсері, менің ауданымның экологиясы, электр үнемдейтін шамдардың қоршаған ортаға әсері мен қорытындым. Кіріспеге келетін болсақ, жұмыр жерді мекендейтін сан мыңдаған тіршілік атаулының ішінде жер анаға адам баласынан артық қиянат жасайтын жан иесі жоқ. Басқасын былай қойғанда саналы тіршілік иесі саналатын Homo sapienстің күнделікті өмір қажеттілігінен артылған тұрмыстық қалдықтары мен күл қоқысты ортақ планетамыз тұншықтырып барады. Қоқыстардың айналаға және адамның денсаулығына әсері. Жалпы қоқыстар жанған кезде атмосфераға өте көп улы заттар бөлініп, тыныс алу жүйесі аурулары мен репродуктивті және иммундық жүйелердің ауытқуларына әкеп соғуы мүмкін. Олардың әсері аса қауіп төндіретін органикалық зат диоксиндер, олардың әсері цианды калийден, стрихиниден және курариден күшті абсолютті у болып есептеледі. Адам денсаулығы мен қоршаған ортаға орасан зор қауіп тудыратын қатерлі зат фильтрат. Және қалдықтарда дизентерия, холера, туберкулез сияқты ауруларды тудыратын бактериялар ұзақ уақыт бойы сақталады. Және қоқыс қалдықтарынан зиянды улы заттардың шығу әсерінен болатын ауруларды, қоқыстың адамның денсаулығына қаншалықты зиян екендігі жайлы ақпараттарды өлкеміздің дәрігерімен сұхбаттасу барысында білген болатынмын. Менің ауданымның экологиясы. Ұлан Байтақ Қазақстанның бір бөлігі Шу ауданы. Шу ауданының аудан орталығы Төле би ауылы. Жалпы менің ауылымыздың әкімімен экологиялық мәселе бойынша кішігірім сұхбат алған болатынмын. Сұхбат нәтижесінде ауылымыздан шығарылатын қоқыстарды қан сауытындағы арнайы рұқсат етілген қоқыс полигонына апаратындығы жайлы, және ауылымызда эколог маманның жоқ екендігі жайлы, қоқыс тастағанда айыппұл көлемінің 73.840 және бұрынғы эколог мамандары мен олардың атқарған қызметтері туралы нақты мәліметтерді білдім. Жалпы Жамбыл облысында қоқысты қайта өңдейтін зауыт жоқ, тек қалдықтарды сұрыптайтын шағын кәсіпорында жұмыс істейді. Соның бірі Төле би ауылындағы Green City компаниясы қоқысты шығарып қайта өңдейтін жерлерге тасымалдайды. Green City компаниясы өлкеміздегі келісімшарт жасасқан отбасылардан шығатын қоқыс қалдықтарын сұрыптап, ірі кәсіпорындарға арнайы көлікпен жеткізеді. Green City қоқыс тазалаушы компания қызметкерімен сұхбаттасу барысында мен Төле би ауылында тұрғындар санын 22.300, соның ішінде қоқыс тазалаушылар мен келісімшарт жасасқандары 686 жанұя, соның 236 отбасы ғана арнайы қоқыс тазалаушыларға өткізетінін, ал қалған ауыл тұрғындары өз еріктерімен қараусыз жатқан қоқыс полигондарына апарып тастайтынын білдім. Ауылымыздан айына 40-50 тонна қоқыс шығарылғанын анықтадым. Зерттей келе жылына шаққанда шамамен 600-650 тоннадай қоқыс шығарылады. Және бұл тек келісімшарт жасасқандардан ғана шығатын көлем. Қоқыс полигондарының арасынан іші сынап буына толы люминесцентті шамдарды байқадым. Энергия үнемдеуші шамдардың қоршаған ортаға денсаулыққа әкелер зиянын көпшілік біле бермейді. Білсе де істен шыққан шамдарды арнаулы орындарға алып өткізбейді. Бірақ бұл энергия үнемдеуші шамдардың бір үлкен кемшілігі шыны іші сынап буымен толтырылған. Сынап бу қауіпті улы заттардың жіктелуінде А тобына жатады, яғни өте улы зат. Электр үнемдеуші шамдардың қораптарында шамның ағзаға, адамға, қоршаған ортаға тигізер зияны, оны қандай жерде сақтау немесе тастау керектігі жайлы толық түсіндірмесі жазылмаған. Оны зерттеу барысында анықтап білдім. Осы тұста менің айтар ұсынысым, электр үнемдеуші шамдарды шығаратын кәсіпорындар шам жайлы толық ескертпе жазуларын сұраймын. Мектебіміздің шаруашылық іші жөніндегі орынбасар ағаймен сұхбаттасу барысында қазіргі таңда барлық мектептер 100% люминесцентті, яғни электр үнемдеуші шамдарды қолданатынын анықтадым. Мектебіміздегі электр үнемдеуші шамдар 6 ай сайын, кейде тіпті 1 ай сайын 15-20 шақты шамдардың ауысатыны, және мектебімізде шамамен 20 шақты люминесцентті шамдардың бар екендігі белгілі болды. Күйген жарамсыз қалған шамдар арнайы мектеп қоймасына жинастырып, ал кейін оларды арнайы орындарға апарып тастайтынын білдім. Осы тұста мен өз сараптама сұрақтарыма жауап алған болатынмын. Назар аударсақ, 49% адам қайта өңдейтін зауыт салатынына сенімді. Ауыл тұрғындарының 43% қоқысты арнайы қоқыс жәшігіне салады, және 74% жанұяның үйінің жанында қоқыс жәшігі жоқ екендігі жайлы айтылды. Ауыл тұрғындарының 42% ауылымның экологиясы қызықтырмайды. Шу ауданның 48% лампаның қаншалықты зиян екендігін білмейді. Қорытындылай кетсек, мен ауылымыздың экологиялық мәселесі, соның ішінде қоқыс қалдықтарының мөлшері едәуір артып бара
жатқанына көзімді жеткіздім. Кішігірім ауылымыздан шығатын қоқыс мөлшері осындай үлкен көлемде болса, қалалардағы қоқыстың мөлшері қандай болмақ деген сұрақ қазіргі таңда мені қатты мазалайды. Экологиялық мәселелерді шешу мақсатында өлкемізде біршама жұмыстар жүргізілсе де, мәселе толық шешілер емес. Ауыл әкімі келешекте басты экологиялық мәселелердің шешімін қарастырады деп ойлаймын. Алайда өлкеміздің ластануы тек қана басшылықты алаңдатпау керек. Әр адам жарқын өмір сүру үшін, денінің саулығы үшін саналы түрде табиғатты аялай білуі тиіс. Егер де мен эколог маманы болсам, өлкеміздің экологиялық мәселелеріне бей-жай қарамас едім. Мектептерге, арнайы мекемелерге экологиялық түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, әр мекемеге кемінде 2 сұрыптау жәшігін орнататын едім. Және менің ұсынысым осы өлкемізге қоқысты мекемелерден арнайы жинап сұрыптайтын құрылғы орнату. Ол құрылғының нәтижесінде өлкеміз қоқыстан біршама тазары, қоқысқа екінші өмір сыйлайтынымызға сенемін. Және ауылымызға эколог мамандарын көбейту қажет деп ойлаймын. Іші сынап буына толы электр үнемдеуші шамдардың шығаратын, өндіретін кәсіпорындардың шамды сатпас бұрын оның адам өміріне, қоршаған ортаға қаншалықты зиян екендігі жайлы, оны пайдаланғаннан кейін қайда тастау керек, немесе шам сынған жағдайда қандай әрекет жасау керектігі жайлы түсіндірме ескертпелеріне аса зор мән бергенін қалаймын. Әркім өз қалтасын ойлап, энергияны үнемдеп, қоршаған ортаны ластай беретін болса, келешегіміз не болмақ? Бұл мәселеге тек экологтар ғана бас қатырмай, электр үнемдеуші шамдар, сонымен қатар қарапайым халқымыз да атсалысса екен деп ойлаймын. Ғасырлар бойы төл перзентінің қойнауынан алынған игілікпен қамтамасыз етіп келе жатқан қайран дала қажыды. Тума табиғатымыз тақырланды. Ұлы дала енді туған перзенттерінен жанашырлық күтеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.